Yayınımızın esas mevzuları. Açlıq ilan etken Aqyarlı Ruslan Zeytulayevke Rusiya Ukrayin konsuluna koymay. Херсонда açılған Qırımdaki Ukrayna prezidenti temsilciligi nasıl çalışa? İşgalciler gecesi Ahmedjeteki Kazlov soqağında yerleşken ticaret noktalarını yok etip başladı. Selam aleykum, bugün Qırымышғалынан 1139 күні эфирде Zaman студияда сіздермен Шевкет Наматулаев селямлайым. Русия açlıq ilan etken Aqyarlı Ruslan Zeytulayevның янына Украина консулыны кірсетмей. Бұны Украина тыш ішлері назерлігінің спикері Марьяна Бетца білдірді. Оның сөздеріне көре Украина талапларына Русия жевап бермей. Русия Зейтулаевке Хизбу Тахрирге алақасы бардыр деп, 7 жылға апыз жазасыны белгіледі. Прокуратура бұны аз көріп, шикает берді. Шымды ешіні ғайрыдан Русияның Шымали Кавказ арби махкемесі бақа. Махкеме топлашуында бір афта евелсі Зейтулаев Қырым татарларға қаршы açылған жинай ишлер тоқтатылмасыны талап етіп, açlıq ilan etті. Ми до сих пір не отримали від російської сторони дозвіл на зустріч нашого консула з Русланом Зейтулаєвим. Хоча міжнародним правом такий дозвіл має надаватися негайно, враховуючи, що це громадянин іншої країни. З 4 числа Зейтулаєв оголосив голодування, ми безперечно цим занепокоєні, щоб це не призвело до якихось важких наслідків. Тому ми продовжуємо вимагати від Російської Федерації надати негайний доступ нашого консула до Руслана Зейтулаєва. Ақтен Чигоз 2014 сенесі 26 февраль күні Қырым парламент оғынды кечірілген митингте инсанларыны тыншыландырмаға тырышқан. Бұны Қоршалайжы тарафының шааты Али Абдулаев білдірген. Бұны махкеме топлашывындан сон адвокат Николай Полозов сеслендірді. Ишгалчилер Межлис рейсінің муавина Ақтен Чигозны күтлеви қалабалықлар чықармақта қабатлай. Оны 2 жылдан зияде Ахмеджетеки тақиқат изоляторында тұталары. Митинг иштиракчыларынын бинаға кіріп сессияны тоқтатмақ ниетлері жоқ адам. Украинаға қол тұтқан митинг иштиракчылары Рифат Чубаровны дестеклемеге келді. О, Қырым Юқары Шурасының бинасы içinde сепаратист қарарларını қабыл етмеге істеген депутатларны бұны япмамаға қандырачақ адам. Ишгалчилер Ахмеджетеки Козлов соқағында ерлешкен тижарет ноқталарыны yok etmеге башлады. Ноқталарыны ондан зияда экскаватор, полиция ве самооборона назаретінде етмақта. Сатыжылар тижарет ноқталары веран етілежегіні тек түневін ақшам білгенлер. Айтқанларына көре Меркези базар ел басшылығы сонуна қадар кира парасыны жимаға девам еткен. Сатыжылар білдіргеніне көре оларға башқа тижарет ерлеріні теклif етмегенлер. Мал-мүлк весиқалары бар, тижарет ноқталары бар, топрағда мартылары ичереге берілді. Олар айны бұ ноқталарының ерлешмесі үшін бар. Бұ инсанларының мында бұлынмасы аңлашылмай. Есть люди, которые сознательно отнеслись к тому, что необходимо выполнить. Базы инсанлар канун нормаларыны еріне кетірмеге керек олғаныны аңлағанлар. Базылары бұңа құлақ асмадылар. Біздер тенбейлеген едік. Ағларда ве қырмызы сызықларда олған қанунсыз иншаатларының йықылмасымен бағлы бұтын мүддетлер екімленді. Шымдайсе оларны йықалар. Пасхаға қадар битерерміз деп тұшынем. Сроки, я думаю, мы управимся до конца недели, до Пасхи. 28 инсан еркенында ве бұйық планлар. Олар арасында Қырымны ишгалден құртару стратегиясы ярмададаки вазиетнің талелі Қырым сакинлеріне ярдым берулігі. Тахменен 3 ел евелсі Херсонда Украина президентінің Қырымдаки темсілжілігі өзешіні башлады. Zaman тақымы темсілжілік ишақ қанда бір sıra левқалар азырлай. Бүгінке левқамызда Қырым сакинлері весиқалар алмақ ечуін насыл келгенлері аққанда тариф етежекміз. Саба саат 9-ға қадар президент темсілжілігінің хадимлері ішке келе. Головным консультантом. Мен баш меслиатчы олам. Кімнен меслиат кечересіңіз? Аналитик бөлікте меслиатчы олып çalışам. Аналитично-информационной службы. Херсонда çalışkan 14 insandan 12-сы ішке келді. Субетлешмеге істемейлер. Там руководство. Анда ребериет бар. Сізге ершейін аңнатар. Мен мутихассыз олам. Мында еркес мутихассызтыр. Это опять-таки туда же. Мында çalışасыңыз ма? Yok.
Президент векелі Наталья Попович де келмеді. Девлет yolbaşçısı buyruğuna көре темсілжілік вазифелерінден бірі қырымлыларға меслият бермектір. Украин весиқалары қайда ве насыл алына ве көчіп келген insanın весиқасы некебі имканлар берем. Хирусында бұл весиқаларны ресмелештірген хызметлер де бар. Темсілжілікті меслият алмаға істегенлерінің невбетлері yok. Уйлеті нефісінден әвел қырымлы бір айылы темсілжілікке келді. Не мақсаден айтмай, шақси меселе деп жауап берем. Оларға ескіден меслият берген мутихасыз иш ерінде жоқ. Көрмек істегенім инсанны көрмедім, хастаханиде. Уйледен соң да кімсе келмеді. Темсілжілік сабатларына көре кечкен афта оларға 32 қырымлы мұражат еттім. Бір хадим күнде тек 2 инсанны қабыл ете екен. Роман Спиридонов, Асан Эминов, Заман, АТР. Рус жанкеверлері Украина аскерлеріне қаршы Водяной живарында ұжым етті, 5 аскер яраланды. Руси жанкеверлері умумен 64 кере Украин позицияларына ұжым еткен, база позицияларына Минск анлашмалары ясақ еткен селянин атқанлары. З їхньої сторони бувають поодинокі постріли. На що ми не відповідаємо, навіть не реагуємо на них. Ну що вони зараз роблять? Зараз укріплюють район свій. Стовп великий диму 20 метрів, ну це окопна міна, що копають окопи, значить укріплюються. Що вони там міняються, не знаю, що в них там відбувається, але чути нові голоса. Зараз, бачите, поки тихенько, то саме страшно, щоб люди і хлопці наші не розслабились, бо дійсно в будь-який момент вони зараз можуть передумати, лупанути, а потім буде хуже. Краще постріли, ніж тишина, бо тишина невідомо, чим вона закінчується. Киевде геже Владимирская соқағында ерлешкен ресторан бинасында патлав юзберді. Қазаланғанлар йоқ, ләкен етрафтаки пенжерелер жамлары сынған ве тұрған араба зарар көрген. Полиция тақиқат башлатқан олса да не патлағанны айтмай. Поліцейські ретельно відпрацювали прилеглу територію для того, Полиция аби хатимлері виявити трафтакы ерні бақып шықты. Анда олған видео незарет камераларының тапмаға тырыштылар. Белі бір мұражатлар берілді. Бұл камераларының қайдыларын алажақлар. Бұл жинайетінің керчеклештірілмесіне алақасы олабілечек шақысларының тапмақ үшін белі тедбірлер алына ве бұл жинайетінің бұдын версиялары бақылам. всі можливі версії цього злочину. Украина баш назиры Владимир Гройсман бір елік ішіне есабат берді. Ондан евел чалышқанларға қимет кесіп, кележекке ваделер десеслендірді. Тәфсілатлы жа невбеті келев қамызда. Шымды левқа азырлана ве кележек хаберімізге кечеміз Стокгольмде терактны керчеклештірген шақыз озыны қабатлы деп таныды. Бұл ақта қабатланған 39 яшында олған Өзбекстан ватандашы Рахмат Акиловның адвокаты білдірді. Махкемеде о юк машинасыны айдап қачып инсанларны басқанны таздықлады. Нетижеде 4 инсан еляк олды. Стокгольмде акимиет парламент ве четел темсілжілік векиллері теракт құрбанларына аңдылар. Баш назир фажияда өз ватандашларыны ғайып еткен мемлекетлерге мұражат етті. Досты свечи, Бельгия, Бүйік-Британия берабер тұрып жойғанларыны ағылап аңа. 3 мемлекетіміз дешетлі террорист үжімлерінден зарар көрді. Ләкин айны вақытта демократик жемеетлеріміздің күші, жесареті ве ирадесіні көрдік. Біз террорға баш егмейіп, оны берабер еңежеміз. G7 мемлекетлері Русияге Асадқа қол тұтқаны үшін санкция кірсетмеді. Бөлет еклифнен Бүйік-Британия Суриеде президент Башар Асадның учақлары химияви ұжым еткен сон чықышта болынды. О вақыт тахменен 90 инсан еляк олды. Назерлер музакире девамында Сурияның кележегі Асадсыз олмақ кереклігіні сеслендірділер. Владимир Путин өз қалқыны газнен зерлеген инсанға қол тұтмаға девам етіп, Русия тиварыны бозам. Менже бұны бұтын дүния аңнай. Біздер Рекс Тиллерсонға мандат бермеге тырышып, русларға ғарби мемлекетлерінің фікірлеріні еткізсін істейміз. Сіз сайламақ керексіңіз. Я бұл залымның тарафыны тұтасыңыз, яда біздернен еш бірлігі япып, ең доғры қарар тапмаға тырышасыңыз. Украина баш назиры Владимир Гройсман есабатындан левхамыз яйынға азыр. Бұл Назирлен кабинетінің салоны. Назирлер ерінде журналистлер отыра. Олар үкімет елбасшысы Владимир Гройсманы беклейлер. Он дақаға кеш қала.
О чықышыны о 2 дақалық роликнен башлана. Анда 1 ел девамында елде еткен енішлер ақында айта. Ondan son birden evvelki hakimiyetin şikayet etti. Eğer de 2007 senesi yol sağlık sahasında denişmelerin geçirgen olsa, Ukraynalıların yaşayış tarzı eleşmesi mümkün olacağından emin. Gazprom ve Naftogaz Ukrayna arasında olan gaz kontraktı neticesinin mesuliyetli sabah baş hükümet yolbaşçısı Yulia Timoshenko olması lazım, dep kaydetti Groysman. Ukrayna vatandaşlarının kabahatı yoktur. Bizler mahkemede yengip çıksak, demek Ukraynaga nisbetten adaletlік olacak. Егерде başka karar olsa, bizler onlarla milyar dolar zarar көрерміз. Ama mında mesuliyetli Timoshenko olması gerek. Егерде o kontraktını imzalagan olsa, demek o paralarını tölemek gerek. Mında Ukraynalılarının kabahatı yok. Nefakacılarının vaziyeti eleşir dep kaydetti baş nazir. Oktyabrdan başlap nefakacılarının alacak parası 200 grinyadan 1000 gece kötürülecek. Bizler 12 milyon nefakacı arasından 9 milyon nefakasını arttıracakmız. Denişmeler Oktyabrdan itibaren başlanacak. Çalışkan nefakacılar bergiden azat edilecek, ama bu denişmelerge parlament kol tutmak gerek. Ukrayna baş naziri deklarasiya hakkında da söz yürüsetti. Groysman'ın fikrince bazı memurlar öz mal mülkünün gizlemeleri aşağılıktır. Ama Ukrayna jurnalisti Mikhail Tkachin geçirgen taqiqatına binaen, Ukrayna hükümetinin başı fiyatı $680.000 etrafındaki kvartirada yaşay, ev onun kaynanasına nefakacı Alina Burlakova üzerine resmileştirilgen. Menin fikrimce mal mülkünü resmileştirgenlerden de gülde bu işini yapmaganlardan korkmak gerek. Elektron deklarasiyasında o zaman parlament spikeri daire sahibi de gül eken, ama öz kurantasının Kiev'deki kvartirasında yaşay. Alina Burlakova 2015 senesi satın algan Groysman kvartiranı tamam o vakit kiralay. Ozi sabatında Groysman siyasetçi ve iş adamlarının alakası olmağanına işandırdı. Gelecekteki planlarının paylaşıp 2019 senesinin prezident saylavlarda iştirak edecek, ama namzet olarak değildi Ukrayna vatandaşı gibi. Elvina Sidbulayeva, Zaman, ATR. Полицияға мұражат етілген сон Италиядаки сергіде Русия стендінден Қырымда шығарылған шараплар алынды. Бұны сергіде іштірак еткен Украина темсілжесі Алексей Любецкий білдірді. Оның сөздеріне көре Русия işgal olunған Қырымда шығарылған Золотая балка, Инкерман ве Дигер шарапларыны өз мақсулаты кібі тақдим еткен. Украина темсілжесі Ерлі Малие полициясына мұражат еткен сон Русия темсілжелері ярмаддан кетірілген шишелеріні сақламаға мешбур olғанлар. Rusya Inkerman Zolotaya balka şaraplarını takdim etti. Onlar Avrupa Birliği'nin sanksiyalar altında bulunalar. Inkerman şarabı turgan yerde şimdi bir şey yok. WBO версиясы бойынша дүния чемпионы Александр Усик Украинаға қайтып келді. Бірлескен Америка девлетлерінде о америкалы Майкл Хантер ile бокслашып еңді. О Хантерге көре артық 7 ба қазанды. Бориспольдегі авалиманда спортшыны журналистлер қаршылап алды. Такой хороший обученный боксер. Яхшы hazırlanған bir boksçı еді. Маңа hazırlandı. Zor bir uruş oldu. Pasxını kaydetmege, ballarım ve umur arkadaşımla vakit geçirmege isteyim. Rahatlanған soң ise idmanlarga başlamak isterim. И приступить к тренировкам. Бұл саатқа hazır olған соңки хаберіміз еді. Яйынымызны бүгін программасы девам ете Айдер Муждабаев ве Ирина Рамалийская Киевде Евровижн 2017 ярашына алып барылған азырлықлар ақында Киев мэриясынан темсілжесі Алексей Резник еле субетлеші жеклер. Мені сесізлерінен кележек яйынымызға қадар сауықлашам. Көрішкенже.